Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы тұсаукесер жыры. Жаңа сөздер: жыр, мәдениет, ала жіп, дәстүр, бата. Оқылым бойынша екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Тұсаукесер рәсімінен қазақ халқының салт дәстүрін, мәдениетін көруге болады. Дәстүр бойынша сәбидің тұсауын сыйлы, өнерлі, өнегелі адам кеседі. Ол адам сәбиге өзінің тілегін айтып, батасын береді. Тұсаукесер жырын айтып, ала жіпті пышақпен кеседі. Тұсаукесер жыры ғасырдан ғасырға жеткен аса қымбат мұра. Жырлардың көп үлгілері бар. Олардың бірі мынадай болып келеді. Қаз балам, қаз балам, қадам бассаң мәз болам, тұсауыңды кесейін, күрмеуіңді шешейін. Тұсауды неліктен ала жіппен кеседі? Оның мағынасы бар. Ол сәби адал болсын, ешкімге жамандық жасамасын деген тілекті білдіреді. Осы кезден бастап сәбидің жаңа өмір жолы басталады. Назарларыңызда мәтіннің орысша нұсқасы. Оқылым айтылым бойынша үшінші тапсырма. Мәтін бойынша сұраққа жауап бер. Бірінші сұрақ: тұсаукесер тойында болдың ба? Иә, мен тұсаукесер тойында болдым. Екінші сұрақ: тұсауды неліктен ала жіппен кеседі? Себебі сәби адал болсын, ешкімге жамандық жасамасын деген тілекпен кеседі. Үшінші сұрақ: тұсауды кім кеседі? Дәстүр бойынша сәбидің тұсауын сыйлы, өнерлі, өнегелі адам кеседі. Төртінші сұрақ: тұсаукесер жырын кім айтады? Тұсаукесер жырын тұсауды кескен адам айтады. Жақсы, назарларыңызда орысша нұсқасы. Енді балалар, грамматикаға тоқталайық, есте сақта. Егер сөз соңында а, е, я әріптері келсе, онда ол сөздерге нікі жалғауы жалғанады. Ал егер сөз соңында л, р, ж, з, и, м, н, ың, ю, у әріптері келсе, онда ол сөздерге дікі жалғауы жалғанады. Егер сөз соңында б, в, г, д, к, қ, п, с, т, ф, х, ч, ш, ш әріптері келсе, онда ол сөздерге тікі жалғауы жалғанады. Мысалы: ер-тоқым кімдікі? Баланікі. Түйме ненікі? Қамзолдікі. Шапан кімдікі? Саматтікі. Бұл жерде жалғауларды көріп тұрғандарыңыздай нікі, дікі, тікі. Жазылым бойынша төртінші ә тапсырмасы: сөйлемді екінші нұсқаға өзгерт. Мысалы: менің жырым, жыр менікі. Сенің ала жібің, ала жіп сенікі. Оның қарындасы, қарындас оныкі. Адамның тілегі, тілек адамдікі. Оның тойы, той оныкі. Біздің қонағымыз, қонақ біздікі.
Сіздің балаңыз, бала сіздікі. Біздің камера, камера біздікі. 5-ші тапсырма, әнді қосылып айт. YouTube желісінде тұсаукесер әні бар, сол әнді бірге қосылып айтыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.